Жапония несімен құрметті болып отыр дүниеге. Қытай несімен барлығында ұлттық идеологиясы бар. Ұлттық идеология болған жерде ұлттық тіл деген өзімен жүреді. Ең алдымен ұлттық идеология. Біздің халқымыздан асқан халықтық идея ешкімде жоқ. Жаным, малым, жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деген қазақ. Міне халықтық идея бар. Бізге керегі енді мына бәлен түген бәтшағарлықтың барлығынан құтылу үшін ұлттық идеология керек. Ұлттық идеологияны жасау керек. Жетет, міне 21 жыл ұлттық идеологиясыз болбек, халық тозып бітті. Сіздерге мен айтайын, осыдан 6 жыл бұрын міне академик Оразбақ кішкентай проверкаға салып 43 ұрудың қанын апарып зерттеп, хромосомалық деңгейге келгенде бірақ адамның қаны болған ғой. Бірақ адамның қанын көрсеткен табиғат. Сонда сіздің мына ақжағалы ағылшының, француздың, жапонның, Қытайың барлық көз төбесіне шығады. Сонда айтады, міне, еш халықта жоқ, мына 7 атаға дейін қыз алыспау. Ұру деген біздің қазақ халқымызда дәстүр салтымыз дейді. Сондықтан ұруыңды біліп, 7 атаңды білу, бұл ұруға бөліну үшін жасалған нәрсе емес. Біз надандықтан, білместіктің салдарынан өзіміздің ата-бабамыздың жасап кеткен ақ дүниесінің бәрін